Оныншы беттегі үшінші есептің асы шарты. Көркем еңбек сабағында балалар 20 қоян мүсінін жасады. Әр қатарға 9-9-дан қойды. Қанша қатар шықты, қанша қоян мүсіні қалды? Екі түрлі жауап шығады. Яғни бірінші қатар саны, одан кейін қоян мүсінінің артылып қалған санын табуымыз керек. Қалдығын табуымыз керек. 2 және қалдық тағы да 2. Жақшаның ішіне қалдықты жазып қоямыз. Және мұнда неше қатар шықты десе, 2 қатар шықты. Неше мүсін артылып қалды десе, демек 2 қалдық мүсін артылып қалған екен. Бесінші есеп шарты. Ағаштан мүсін жасау үшін орманнан 43 бөрене әкелу қажет. Мәшинеге 4 бөренеден артық салуға болмайды. Тек қана 4 бөренеден сала аламыз. Орманға мұндайда неше рет баруға тура келеді. Бізден сұрап тұр. Енді шешуі әкелу қажет 43 бөренені 4 бөренеден десе, демек бөлеміз. 43-ті 4-ке.